Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бар жоғы 15 минутта қолжетімді заттардан жасалынатын шоколадты пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранға 1 шай қасық ас содасын қосып араластырамыз. Оның үстінен жұмыртқамызды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Оның үстінен сұйық майымызды, шым тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, оның үстінен илектен өткізілген ұн мен какаоны қосамыз. Венчикпен ешқандай іртіктері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Дайын пирогымыздың бетіне шоколадты ерітіп жағып шығамыз. Мен шоколадты пирогтың үстіне грек жаңғағын майдалап турап сеуіп жібердім. Сіздер еш нәрсе қоспасаңыздар да болады. Дәмі өте нәзік әрі тәтті болып шығады. Ешқандай миксерді қажет етпейтін осы оңай пирогты міндетті түрде өз отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.